2018 жылдың 24 сәуірінде Елбасы кітапханасы музейінде тәуелсіздік бастауында экспозициясы ашылды. Аталмыш экспозиция музей жинағы жобасы аясында жүргізілген Елбасы кітапханасы қызметкерлерінің ғылыми зерттеу жұмысының нәтижесі. Ол Қазақстан Республикасы Президенттік институтының енгізілуіне орай ұйымдастырылған іс-шаралар топтамасын ашты. Елбасы кітапханасы Экспозицияның ашылу салтанатына Елбасы кітапханасы директорының орынбасары Күлайша Ақтаева, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Қуаныш Сұлтанов, Жас отан төрағасы Данияр Түсіндетбаев қатысты. Біздің жас ұрпақ әсіресе ол бұрынғы қиындықтарды көрмеген жаңа жас ұрпақ. Осы бүгінгі жасалып жатқан игіліктің бәрі Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамашылығымен біздің жастарымыз үшін, біздің болашағымыз үшін жасалып жатыр. Мынау сәулетті, салтанатты Астана қаласының өзі жастардың қаласы, жастарға. Іс-шара еліміздің еңбек сіңірген қайраткері полковник Талғат Бердіғұлов жетекшілік еткен Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметі президенттік оркестрінің қатысуымен өтті.